Қайырлы күн оқушылар, бүгін бізде қазақ тілі сабағы 2 сынып 99 сабақ. Сабақтың тақырыбы дара және күрделі зат есім. Сабақты бастамас бұрын каналыма тіркелуді және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. 64-ші жаттығу ертегіні тыңда. Түлкі, тасбақа және кене. Баяғыда түлкі, тасбақа және кене үшеуі жолдас болып келе жатады. Алдарында бір уыс тары жатыр екен. Үшеуі ойланып, мұны тұқым қылып жерге егіп көбейтейік, сонан кейін бөліп алайық деді. Түлкі бір жарды көріп, мен осы жарды сүйей тұрайын, болмаса құлап кетер деп жардың астын саялап жатып алады. Тасбақа жерді тырналап, кене тарыны жиып, егіп әлекке түседі. Сөйтіп, көп бейнет шегіп, тары піскен соң оны орып, жинап алады. Енді тапсырмаға назар аударамыз. Ертегі мазмұны бойынша сұрақтар құрастыр және оларға жауап бер. Бірінші сұрағымыз: түлкі, тасбақа, кене не тауып алады? Үшеуі тарыны, бір уыс тарыны тауып алады. Екінші сұрақ: тары піскенше үшеуі не істейді? Тары піскенше түлкі жарды тіреп ұстап тұрамын деп соның көлеңкесінде саялап демалып жатады. Ал тасбақа болса жерді тырнайды, ал кене болса тарыны жиып егеді. Тасбақа мен кене екеуі көп еңбектенеді. Үшінші сұрақ: жинаған өнімді қалай бөлісті деп ойлайсың? Әрине, жинаған өнімді тасбақа мен кене теңдей бөлісіп алады. Себебі екеуі көп бейнет көрді, көп еңбектенді. Ал түлкі болса жардың астында саялап демалып жатты. Төртінші сұрақ: түлкінің қылығы туралы не айтар едің? Түлкі қу аң болғандықтан өзінің қулығын әдеттегідей іске асырды. Яғни жарды сүйей тұрамын деп соның астында демалып саялап жатты. Әрине, түлкінің қылығы дұрыс емес. Келесі тапсырма: қарамен жазылған сөздердің дара және күрделі зат есімдердің қайсысына жататынын анықта. Дара зат есім бізде тұқым, кене, күрделі зат есімдер жолдас, тасбақа. 65-ші жаттығу: жаңылтпашты көшіріп жаз. Көлшіктегі көлбақаны аласың ба? Тастақтағы тасбақаны аласың ба? Осы берілген жаңылтпашты көшіріп жазамыз. Енді тапсырмаға назар аударайық. Дара және күрделі зат есімдерді тап дейді. Осы жаңылтпаштағы дара зат есімдер, балалар, ол көлшік және тастақ, ал күрделі зат есімдер ол көлбақа және тасбақа. 66-шы жаттығу: жұмбақты көркем жаз, шешуін тап. Айдалада ақ отау, аузы мұрны жоқ отау. Жұмбақтың шешуі жұмыртқа. Бұл жердегі күрделі зат есім аузы мұрны деген сөз. Шығармашылық үзіліс. 67-ші жаттығу: ребусты шешуіндегі сөз туралы энциклопедиядан біліп ал. Ребуста жеті қарақшы деген сөз шығады. Жеті қарақшы аспанның солтүстік жарты шарындағы ең жарық жеті жұлдызы. Жеті қарақшының ең жақсы көретін айлары наурыз, сәуір. Жеті қарақшы республиканың барлық аумағынан айқын көрінеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Балалар, каналға тіркелуді ұмытпаймыз және достарыңа жіберіңдер. Сау болыңдар.